Good morning. Sit down, please. Who is absent? Yes. Today is all. Good. Now, we revise and revise, check last lesson. Then we start our lesson. Using interview method, we revise and revise last lesson. Who wants to be a journalist? Yes, good, please. I want to ask a few questions about the topics covered. My question: first group, on the slow formula. Тізбек бөлімдегі толқышы киноге тура пропорционал және оның кедергісіне кері пропорционал болады. In English, please. Current equals voltage divided by resistance. Yes. Second group, what is the formula to determine the resistance? Кедергінің формуласы L тең Rho көбейтілген L бөлінген S. Yes. In English, please. R equals Rho multiply L divided by S. Yes. Thank you. What measuring do your instruments show? Can you show? Third group. Мен амперметр, вольтметр, резистор деген физикалық құралдарды білемін. Yes. I can know ampermeter, voltmeter, and the resistor. Show this is ampermeter and the voltmeter and the resistor. Yes. Fourth group. Unit of measuring. Халықаралық жүйеде ток күшінің өлшемділігі ампер болып келеді, кернеудің өлшемділігі вольт, кедергінің өлшемділігі ом. Yes. In English, please. Unit of measurement, electric current, ampere current, voltage, resistance. Yes. Good. Thank you, journalists. Sit down, please. Балалар, біз қазір өткен сабақта қайталап отырдық. Енді бүгінгі өтетін жаңа материалымызға келейік. Ол үшін мен мына жерде бір тәжірибе көрсетейін деп тұрмын. Бәріміз көріп тұрғандай балалар. Мына шамды қарап отырамыз қазір. Шам жанып тұр. Мінекей. Тәжірибе қоямын ғой. Бәрімізге көріп тұр ғой балалар. Енді мен мына өткізгішті температурасын арттырам. Температурасын арттыру үшін не істеп жатырмын? Дұрыс, майшамды жағып жатырмын. Қазір өткізгіш не істейді балалар? Дұрыс, қызады. Ал енді қызған кезде бірте-бірте қараңдаршы, шамға қарап отырамыз балалар. Дұрыс, не байқап отырмыз? Азаматсыңдар, шамның жарығы бәсеңдеп бара жатыр. Я? Ал енді мен не істеймін балалар? Шамды өшіріп жатырмын. Қараңдар. Ал енді бірте-бірте мен не істеймін балалар? Шам өшкеннен кейін мына өткізгіште өткізгіш суый бастайды. Я? Ал бастапқы қалпына келді. Сол кезде шамымыз не істеді? Дұрыс, азаматсыңдар. Ал енді балалар, осы тәжірибеден қорытынды жасақшы. Өткізгішті біз тізбекке қостық. Өткізгішті тізбекке қосып шамды жақтық. Содан кейін мен не істедім балалар? Температураны арттыру үшін майшам жақтым. Сол кезде не байқалды? Шамның жарығы бәсеңдей бастады. Не үшін? Температура арта бастады. Тағда ол неге тәуелді балалар? Қай шамаға? Қандай физикалық шамаға тәуелді? Тағда қандай? Ол сымның меншікті кедергісіне тәуелді болды. Енді тағда қандай кедергіге тәуелді болады балалар? Және? Дұрыс. Енді сонда біздің мақсатымыз не болды? Қандай мақсат шығардық біз? Айта қоясың? Металл қызғанда оның меншікті кедергісі температураға тәуелді болатынын анықтадық. Дұрыс, металл қызған кезде осы металл өткізгіштің меншікті кедергісі температураға байланысты екенін анықтадық. Біздің мақсатымыз
металл қызған кездегі меншікті кедергі және сымның кедергісінің температураға байланыстылығын анықтау. Ал сонымен қатар жаңа термин асқын өткізгіштік деген тақырыпты да өте бастаймыз. Сол мақсатында білеміз балалар. Енді асқын өткізгіштік superconductivity. Repeat please. Superconductivity. Yes. Yours in table. We now working in group and in pairs. Work is table paper. No. Paper. This is right. Terminology. First terminology. Second, solving and complete. Third exercise. Match the formulas with their definitions. Тоже in group. In pairs and in group. Last paper, reflection, paper and reflection. The end. Сабақтың соңында рефлексия толтыратын қағаз. Сендерге қазір жұмыс істейтін барлық жағдай жасалған, барлықтарының алдыларында мынадай қос тілді оқулық, осы оқулықтың ішіндегінде пайдаланамыз. Жаңа сабақты меңгеру үшін мен кітаптағы 28-ші параграфты ашамыз. Температуралардың, металлдардың тәуелділігі, металлдардың температураға тәуелділігі. Сол тақырып ашамыз. Енді барлығымыздың алдында постер жасайтын қағаз бар. Группамен, яғни топпен жұмыс істейміз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші және төртінші топ. Постер жасайтын қағаз есіңізде? Жарайды. Ал бірінші топ. Сонда стюарт тәжірибесін жасаймыз, Екінші топ. Second group, you finish it? Yes. Third group, finish it? Yes. Fourth? Good. Ал балаларына қазіргі тақырыбымызды бірінші өз ана тілімізді түсініп алайық, ашайық. Тақырыпты толығымен ашу үшін Мұны неміс физигі Эдвард Рикки мен американдық физиктер Ричард Толмен мен Томас Стюарттың тәжірибесі. Олар екі мыс тигендердің арасына алюминий тигендерді жалғап, олардың арасына бір жыл бойы тоғы өткізгенде, олардың еш химиялық құрам мен массалары еш өзгермеген. Демек, әртүрлі металларда және электрондарда
электрлерди эркин тасымалдайды. Және екінші суретте Ричард Тома мен Томас Стюарттың тәжірибесі көрсетілген. Яғни бұл жерде олар электр шарғыны сыммен орап өз-өзінен айналдырады. Сосын бір сәтке тоқтатып қояды. Яғни осы сәтте ток күші пайда болады. Яғни металдардың заряд тасымалдаушылары еркін электрондар. Мұны неміс физигі Риккимен, Стюартпен және Томмен тәжірибесі жүзінде дәлелдеді. Біз бұдан жаңағы тәжірибеден көргендей электрондар қалай қозғалады? Металдарда электрондардың қозғалуын бақыла зерттеген ғалымдарды біліп отырмыз. Рахмет. Келесі топ. Сендерді дайын болса арғы шеткі тақтаға елдеңдер. Айлан дене бересің. Бізге берілген тақырып металл кедергісінің температура тәуелділігі. Біз металл кедергісінің температура тәуелділігі жайлы графикті салдық. Температура артқан сайын кедергі де өседі. Бұның формуласы F тең R0 тақшашный бір қосылған альфаты. Мұндағы F өткізгіштің температурадағы кедергісі, ал R0 өткізгіштің 0 градустағы кедергісі. Т температура, альфа кедергінің температурадағы коэффициенті. Мына формуласы альфа equal R minus R0 divided by R0T. Good. R resistance formula. Minus 1 equal 1 divided by K. Alpha equal 1 divided by 273 K minus 1. Good, please. This is K, Kelvin, temperature, Kelvin, unit of measuring. Yes, use it. K, use it. Temperature. Temperature neмен ölçeriz? Thermometer. Good, thermometer. Sit down, please. Third group. Біздің тақырыбымыз меншікті кедергі. Біз бұл графикте біз бұл сызбада біз шамның вольфрам қылының кедергісі оның бойына тоқ өткен кезде 10 есе артатынын сыздық. Және сондықтан шамның қылсымының вольтамперінің сипаттамасы сызықты тәуелділікті бермейтінін анықтадық. Металл сызғанда оның геометриялық өлшемі өзгермейді деп есептесек, оның меншікті кедергісі температураға тәуелді болады. Бұл графиктің формуласы equally initial resistivity multiply in bracket 1 plus alpha t. Good. Yes. Now, for Асқын өткізгішті құбылысы 1911 жылы ашылды. Дегенмен де оны толық түсіндіру 1957 жылға қалдырылды. Және де 3 Америка ғалымдары Шрифер, Купер және де Ресей ғалымы Бакалюков осы асқын өткізгіштіктің микроскопиялық теориясын ойлап тапты. Және де осы асқын өткізгішті көптеген практикаларда қолданылды. Және бізде осыған байланысты асқын өткізгіштік дегеніміз кейбір өткізгіштердің белгілі бір амаған температураға дейін суыту кезінде олардың электрлік тоғының секірмелі түрде 0-ге дейін төмендеу құбылысы болып табылады. Осыған байланысты бізде Камерин 1911 ашты. Міне осы график арқылы көре аламыз. Осы графикте ол сынаптың төменгі температурасының заттың кедергісі қалай өзгеретінін білгісі келеді. Ол күтпеген нәтижеде қалады. 4,15 Кннен төмен температурада заттың кедергісі электр тоғына кедергі жасамайтыны анықталады. Осыған бойынша мына графикте кедергінің температураға тәуелділігі белгіленген.
Және де кейбір металдар да осы асқын өткізгіштік қасиетке ие болып келеді. Егер де біз олардан сақина жасап ток жүргізетін болсақ, ол бірнеше жыл бойы өшпей тұрған. Сондай бір тәжірибеде ол 2 жыл бойы өшпей тұрған, тек қана белгілі себептермен ғана оны тоқтатуға мәжбүр болған. Және бізде асқын өткізгіштен 35-тен аса қазіргі заманда анықтадық асқын өткізгіштік металдар бар. Және 1000-дан аса асқын өткізгіштік қорытпалар бар. Және шындай келген кезде бізде алтын, күміс, мыс, платина металдар асқын өткізгіштік қасиетке өтпейтіндігі анықталды. Балалар, қазір біз асқын өткізгіштік жайында біраз мәліметтер алдық. Енді асқын өткізгіштік қаншасы жаңағын айтып кетті, 57-ші жылы ғана біз солмен тәжірибе жасай бастадық деп. Енді сол асқын өткізгіштің қазіргі заманда nobody is time қазіргі замандағы жасалынып жатқан жаңалықтары scientific and technology. Қазір тақтаға қараймыз. To see you board. Поезд на магнитной подушке побил все рекорды скорости. Его удалось разогнать до 603 км в час. Он будет использоваться для регулярных перевозок пассажиров со скоростью 500 км в час. Так что теперь, чтобы попасть из одного города в другой, жителям Японии понадобится всего 40 минут вместо прежних 4 часов. Если бы такой состав был в Казахстане, то из Алматы в Астану можно было бы добраться всего за 2 часа, тогда как сейчас самый быстрый поезд в столицу из Алматы идет примерно 10 часов. Протестировали магнитоплан на испытательной 42-километровой линии. Поезду удалось развить скорость до 603 км в час. Это всего на 300 км в час меньше скорости реактивного самолета. Стоимость этого проекта превышает $70 миллиардов. В эксплуатацию поезд запустят в 2027 году. По словам разработчиков, они больше не будут ставить эксперименты на скорости и направят все усилия на обеспечение максимального и безопасного стабильного движения. Разработкой и созданием магнитоплана в Японии занялись еще в 70-х годах прошлого века. В основу движения такого состава легла магнитная левитация. Во время работы он удерживается в воздухе над поверхностью полотна с помощью электромагнитной силы. Таким образом, сопротивление во время передвижения максимально снижено. Балалар, қазір біз видеоматериалдан көріп өткендей, қазіргі уақыттың біздің заманымызда біз тілді де білуіміз керек, экономиканы да білуіміз керек, жан-жақты болып тәрбиеленуіміз үшін біз жаңағы видеодан көріп өттік. Сонда менің мынадай сұрағым бар. Асқын өткізгіштікті пайдаланып, біз ғылым мен техниканың жаңалығын біліп отырмыз. Асқын өткізгіштікті жаңағы технологиясын пайдаланып, жаңағы поезд, трейн деді ғой, поезде. Сонда біз Алматыдан Астанаға жету үшін қанша сағат уақыт керек екен? 2 сағат. Ал біз Астанадан Алматыға жетуіміз үшін неше сағатта жүреміз? 18 сағатқа дейін жүреміз. Міне қазір nobody is technological and scientific. Біздің заманымыздағы қазіргі енді бұл қай кезде жүзеге асырылу керек екен? 2027 жылы жүзеге асырылады екен. Ал бірақ оған қаншама қаржы керек деп жатыр? 70 миллиардтай қаржы керек екен. Мінекей соның барлығын біз енді физиканың жаңалығын біле отырғаннан кейін оны өмірде жүзеге асыруымыз керек. Оны өмірде жүзеге асыру үшін біздің экономикамыз жақсы болу керек. Ол экономиканы жақсарту үшін біз не істейміз? Өзіміз үлес қосамыз. Рахмет. Келесі балалар. Келесі де балалар. Working group with paper. Solving and complete the table. Бұл жерде біз балалар не істеуіміз керек? Мына кестеде есептер берілген. Әркімнің өзінің есебі бар. Бірінші топтағы есеп. Бірінші тақтаға 1 минут назар аударыңызшы. Мына есепті шығару үшін біз қай формуланы пайдаланамыз? Ал енді бірінші топ нені анықтауымыз керек? Find what physical quantity? Find resistance. Yes, good. Second group, find what physical quantity?
380. Yes, good. Third group? Cross-sectional area. Yes, good. Fourth group? Fine length. Fine length. Hazır. Жоғары жақтағы apply the formula. We now solution. Енді осы мына есепті шығарамыз. Есепті мына формуланы пайдаланып түрлендіріп. Содан сендерге 3 минут уақыт беріледі балалар. Әр топ өз есебін шығарады. Калькулятор пайдалансаңыз да болады. Дәрежелерін назар аударыңдар балалар. Doesn't check our exercise. Who say? See on the board. Балалар, мына есепті қараймыз енді жаңағы өздерінің есептерін. Енді осының жауабын тексеру үшін бәріміз басымызды көтереміз. Кімде дұрыс шықты? Қазір тексерейік келесіз. Бірінші топ. Неше шықты есептерің? Дұрыс? Дұрыс. Екінші топ. Тексереміз? Дұрыс. Үшінші топ? Дұрыс. Төртінші топ? Дұрыс. Есептеулері? Дұрыс. Формуласы дұрыс. Рахмет, жақсы. Now, next exercise. This is paper. Using paper. Definitions. Matching the formulas with their definitions. Working in pairs. Білмегендеріңді бір-бірлеріне қатсаңдар болады балалар. Бұл жұппен жұмыс болып. Қос тілді оқулықты пайдалансаңдар да болады балалар. Start now. Aydina. Tamam, iyi. Asif, please. The first formula. The electric current voltage divided by resistance. Yes, good. You agree? Yes. Мағыз, жақсы, жарайсыңдар. Екінші формулада не көрсетілген? Қандай формула және ол қандай физикалық шама? Voltage equal
multiply current resistance. Resistance, good. Third formula. Üçüncü formulada ne yazılan? Who can? Third formula equal U divided by L. Good. What is? Resistance. Good. Так. Dördüncü formulada? Ağustos aşağı kalır. Suğurmay, айтасың. Қазақша айта берші. S rho тең L тең rho көбейтілген L бөлінген S. Бұл қандай нені анықтайды екен? D. D дегенде не жазылып тұр? Resistance. Кедергі, resistance. Келесі. Нені анықтап тұрмыз балар? Қай шаманы? Магнетикалық шаманы анықтап тұрмыз келесі. Cross-sectional area. Cross-section area equal L multiply rho divided by resistance. Yes, thank you. Sixth. Who can? Кім айтады балар? Аға. Length equally S multiply R divided by rho. Yes, good. This is бұл не? Length. Аға, physical quantity length. Next. Next formulas. Маманы бар. Айталым. Келесін айта берсеш. Оқи берсеш. Қазақша оқи бер. Айта, Сабина. Бұл жерде rho тең S көбейтілген R бөлінген L. Rho бұл жерде resistivity. Меншікті кедергі. Меншікті кедергі, дұрыс, good. Next formula. Resistivity equally initial resistivity multiply 1 plus alpha T. Good. Resistivity. Thank you. The end. Last formulas. Аружан. Салтанат. Алла. Ал өзің айтал. A equal alpha equal R multiply R0 divided by R0 T. Yes, good. Бұл қандай формула екен? Бұл нені анықтайды? Resistance. Альфаны тауып тұрған жоқ па? Температуралық коэффициентті оқыды ғой балдар. Так, дұрыс балдар. Келесі бізде. Енді балдар, сендердің алдыларында, мына қағазда берілгендей, өздерінің дидактикалық материалдарында берілгендей, бүгінгі paper reflection, сабаққа кері байланыс жазамыз. Сосын өткізіп, содан кейін қорытындылаймыз. Келіп жазған жаңа білім көк қарындашпен бояласыңдар, көңіл күйлері жасыл қарындашпен боялады. Рефлексия қағазы алдынан тұрсын кетеміз, тапсырып кетеміз. Келесі тапсырмамыз балалар, жылдар сөйлейді. Жаңағы біз айтып кеткен оны жаңа материалды меңгергенімізді біз қалай дәлелдейміз, қалай дәлелдейміз, қай жылы, қандай жаңалықтар ашылған. Соны бір қайталап өтейікші кәне. Жылдар сөйлейді.
Kітап ташыңдар қараңдар балалар. 1 минут уақыт. Голландиялық физик аспыр өткізушті қолын ашты. Асылжан келесі. 1826 жыл Георгсман Ом электр тоғын металлды физикадан ашады. Соған байланысты Ом заңнамасы деген. Дұрыс. Тағы да. Кім қандай жауап айтады балалар? Данияр. Қай жауабында? жылы мыс сақинамен жасалған тәжірибеде тіпті 2,5 жыл өтсе де ол сақинада тоқ күшінің кемімегені байқалған. Енді қай жылдар қалды? 16-ға айтып па? 1911 жылы жаңа ғана асқыштық. 1826 жылы дұрыс, ондағы ашылды. 11 жылын тазы ғана айттық. Аға, 16 жылы Стюартпен болды, рахмет. Ал балалар, бүгін біз жаңа жұмыс жасаған жоқпыз. Мына сабақты меңгердік деп ойлаймыз. Жарайсыңдар. Ал енді келесі сабаққа үйге тапсырмаларың параграф 28, page 133 and exercise 2. Understand? You understand? Yes. Good, thank you.